Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгінгі біздің шығарылымның қонағы Диляра Маратқызы. Бұл кісі Қазақстан медицина жастарының белсенді мүшесі әрі Астана медициналық университетінің соңғы курс студенті. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен. Мені шақырғандарыңызға өте үлкен рахмет. Осы алдарыңызда отырып сұрақтарға жауап беретіндігіме өте қатты қуаныштымын. Енді медицина университетінің студенті ретінде, соңғы курс студенті ретінде осы жылдар бойы қандай бір қиындық болды, немесе қызық оқиға болды? Бірден бір қызық, бір қиындығын айтып берсеңіз. Жақсы, сонда қызығынан бастайын. Кеттік. Жалпы мен дәл қазір Астана медицина университетінің студенті болып табыламын. Ең қызық жері меніңше бұл анатомия сабағында бірінші курста моргқа барғанымыз өте қатты есімде қалды. Өте қатты қорқып қалғам сол кезде, жаңағы кадаврларды бүйтіп шығарып, жаңағы формалиннің ішінде кадаврлар жатады. Біздің сарыарқа корпусында ең төменгі қабатта морг бар, сонда апарғанда жаңағы бірден кадаврды, яғни өлі денені көрген кезде қатты қорқып шошып қалғанбыз. Бір қыз тіпті есінен де танып қалған. Кейін сол кезде жаңағы осындай бір оқиға болған болатын. Біздің анатомия мұғалім бәрімізге дифференциалды зачеттан 5 деген баға қойып береді. Оған бәріміз қуанып, қандай жақсы болды, алақай 100 алдық бәріміз деп солай қуанып жүрген кезде, сосын бізді моргқа апаратта бір кезде кадаврдың ішін бүйтіп ашады. Сосын қолын бүйтіп сағады да, сары түсті бірдеңені алып шығады. Сосын сұрайды, бұл не дейді. Сосын білмейміз. Ар жақта осылай енді ойымызға келген нәрсе айтамыз, ішек шығар, өкпе шығар. Сөйтсе ешқайсы емес, сонда әлі күнге дейін білмеймін қайсы екенін. Ол кісі сонда алда бағамыз төмендетіп тастады. Сондай сол кезде жылағанбыз бүкіл жаңағы сынып бойы, бүкіл сыныбымыз, бірақ қазір ойлап қараса бір жағынан күлкілі жағдай болды. Ал енді қиыншылығы жағынан айтсам, жалпы медик студенттің оқып жатқан сабақ көлемі меніңше басқа мамандықтарға қарағанда мүмкін көп па деп те ойлаймын. Сол себепті ең қиын жағы мысалға бір экзамендер бірінің артынан бірі келіп қалған кезде шынымен қиналып қаласың. Екінші курста жаңағы тіпті стипендияға айырарлық жағдайға жетіп қалған кез, сол ең қиын кезі деп ойлаймын. Бірақ осы медицинаға өз қауыммен түскендіктен, өзім оны таңдағандықтан барлық жауапкершілікті өзіме алып, барынша дайындалуға тырысам, осы қиындықтарды жеңуге тырысам. Енді медицина ауыр жол деп айтады, оны бәрі біледі, елдің арасында жүрген сөз. Осы жол сіз үшін қиын болды ма, әлде әттеген-ай, бекер түстім, кетіп қалайыншы деген уақыттарда болды ма? Шын болды. Әсіресе бірінші курста. Себебі мен жалпы өзім Айқанат фондының түлегімін. Бізде жиі жаңағы Назарбаев университетінің базасында бізде олимпиада өтеді. Сол универді көріп, мен қатты тамсынатынмын. Менің миымда университет сондай болу керек деген сияқты ой қалыптасып қалды. Сосын жалпы өте қатты жаңағы жиі американдық фильмдерді көрген кезде, мысалға білетін шығарсыз, блондинка в законе деген. Сол Гарвард туралы мен соны көріп алдым да, миыма қатты құйып алдым, университеттің түрі осындай болу керек деген сияқты. Ауылдан жүргенім, жалпы бізде ауылдың бүкіл мектеп бірдей, значит универ тоже примерно сондай болады ау деген сияқты ой болған жоқ. Соны ойладым да, муаға келген кезде ол бастан қатты көңілім түсіп қалды. Зданияның түрін көріп. Не үшін келдім дедіңіз? Ол не болып қалды? Қайда менің Назарбаев университетім, қайда менің Гарвардым деген сияқты ой болып қалды. Бірақ кейін енді жүргеннен кейін үйреніп қаласың. Солай болды. Және тағы бір жалпы әсіресе жаңағы фармакология сияқты өте көп көлемді заттар болған кезде ойланып қалдым, не үшін түстім? Құдай, ағылшын тілі мұғаліміне бара салу керек еді, жеңілірек болушы ма еді деген сияқты ойлар болды. Бірақ көріп отырғандарыңыздай соңғы курсқа жеттім, яғни все, уже артқа қайтар жол жоқ. Енді жалпы әр адамның студенттік кезі өте ыстық болады. Студент болғаннан кейін түрлі жаңағы шараларға қатысады. Жалпы айтқанда студенттік өмір. Осы студенттік өмір сізді болашақ дәрігер ретінде қалай қалыптастырды деп ойлайсыз? Жалпы өте қатты маған әсер етті. Әсіресе осы Қазақстан медицина жастарында волонтерлік іспен айналысқан. Себебі мысалға кітапта аллергия туралы оқыған бір бөлек. Мысалға
қандай да бір ауру түрін оқыған ол бір бөлек, алайда оны волонтер ретінде мысалға біз хоспистарға барамыз, жаңағы қарттар үйіне барамыз, сол жерде ол аурудың түрін көрген мүлде басқа. Мысалға қарттар үйіне барған кезде біз альцгеймер ауруы туралы оқимыз. Ол яғни адам жаңағы істеп жатқан ісін ұмытып қалуы мүмкін, немесе өзін жаңағы қайтадан тұрдым деп ойлауы мүмкін. Мысалға ол қазір сағат түскі 2 мысалға, ол сағат 7-тен бері ояу жүр, бірақ та 2-де айтады, мен жаңа ғана тұрдым, маған барып тісімді қайта ысуым керек деген сияқты айтады. Соны кітапта оқыған мүлде бір басқа, шын өмірде көрген мүлде бір басқа. Именно сол жағынан осы студенттік өмірде волонтерлікпен айналысқан, медициналық волонтерлікпен айналысқан, сол жағынан маған қатты әсер етті. Енді осы медицина волонтерлық ұйымына қалай кірдіңіз? Не себеп болды? Біреу себеп болды ма? Негізі кірген себебім, маған универге түскеннен кейін біз локдауннан кейін келдік. Бірінші курсымыз, бірінші семестрі сол локдаунда өтті. Маған қатты социализация жетпей тұрды. Мен адамдарды көргім келді, адамдармен бірге болғым келді. Маған қасымда студенттер керек болды. Сол кезде осы ұйымға кірдім. Осы Қазақстан медицина жастары ұйымында біздің Астана университетінің базасында бар, Семейде бар бұл ұйым, Қарағандыда бар, әрбір медициналық университеттің өзінің базасында осында қызмет ұйымы бар. Мен сол Астанадағысына кірдім. И кіргеннен кейін бірден жаңағы адамдар жылы қарсы алды. Біз бірден әртүрлі іс-шараларға қатыса бастадық, волонтерлік шаралармен қатыса бастадық. Сол кезде мен көрдім, бұл ұйымға кірген кезде мен шынымен ақ пайда алып келем адамдарға, шынымен ақ бірдеңе жасаймын деген сияқты. Енді ақш пен Европадағы волонтерлық тәжірибеңіз Қазақстанға келіп бір өзгерісін алып келді ме, әлде бір пайдасын жалпы тигізді ме деген сұрақ қой. Мен 2023 жылы ақшта Миннесота штатында студент болып оқығанмын, және осы 2025 жылы Литва елінде дәл солай студент болып пабмен оқып келдім. Екі елде де мен волонтерлікпен өте жиі айналысып жүрдім. ақшта мен байқағаным, волонтерлерді өте қатты құрметтейді. Егер мысалға сен мен медициналық волонтермін және мен медицинада оқимын деп айтсаң, саған бірден шын ба, ол қалай, сен өте ақылды шығарсың деген сияқты. Тіпті үлкен кісілер, егер мен медициналық волонтермін деп айтатын болсаң, бірден жаңағы іс-шараларға шақырып, сол жерде өте аса құрметпен қарайды. Бізде Қазақстанда егер бұл білікті кәдімгі жаңағы адам, білікті дегенде ойы бар, көкірегі ояу адам болатын болса, онда ол да медик волонтерге солай қарайды. Бірақ кейде мысалы осындай жайт болып жатады, біз оларға бір должны сияқты қарайды. Яғни біз оларға бірдеңені міндетті түрде жасауымыз керек, беруіміз керек деген сияқты. Европада мен дәл сол ақштағы сияқты жаңа оқиға болды. Біз ақштағы сияқты ситуация, яғни волонтерлерді аса қатты құрметтейді, әсіресе медик волонтерлерді. Бізде жиі жаңағы жиналыстар болып отырды. Біз мысалға концерттер, тағы басқа нелерде экстренный ситуация кезінде көмектесетін волонтер ретінде бардық. Және онда жаңағы қасымда жүрген волонтерлер тек студенттер емес, сонымен қатар үлкен дәрігерлер екенін байқадым. Тіпті мысалға 70 жастағы қазір пенсияға шыққан дәрігер-хирург сол жерде волонтер болып жұмысты жасап жүрді. Сіз неге бұлай жасап жүрсіз десем, айтады, менің ішім пысады үйде отырып. Ал мен қазір білімім бар, мен жастарға бірдеңе үйреткім келеді. Сол үшін сол жерде солай жүремін, мен өзім примерімді көрсетем, ал бұл жастар менен үйренсін деп айтады. Менің қалауым да сол. Қазір мысалға бізде қызметте студенттер көбірек. Әрине біз дәрігерлермен де жұмыс жасаймыз, бізге ол кісілер консультация оқиды. Сендер жаңағы хосписқа барғанда осылай жұмыс жасауларың керек деп бізге тәлімгерлік жасайды. Алайда мен үлкен тағы дәрігерлердің қасымызда болғанын қалар едім. Енді қазір Қазақстандағы шығар, енді шынымен де біз пенсияға жеттік, демалуымыз керек, зейнеткерміз деп айтып жатады. Бұл бірақ шетелде шынымен де үлкен кісілер көбіне, мысалы шай тасып, асханада тамақ істеп деген сияқты бір өзгерістер алып келіп жүреді. Бұлай қарасаңыздар, енді қазір медицина жастары көріп отыр ғой, енді дәлел
сабағында, қоғамдық өмірінде, елге пайдасын да тигізіп жатыр. Волонтерлық, дәрігерлік қызмет жарайды, қазір оқып жатырсыз, міндетті түрде бір себебін немесе бір пайдасын алып келіп жатқанда жоқ шығар деп есептесек, кейін қандай пайдасын береді деп ойлайсыз осы волонтерлық ұйымда жүргеніңіздің арқасы? Жалпы көптеген адамдар ойлайды, мен медицинаға түссем тек қана сабақ оқуым керек. 24/7 мен кітапты ашып алып, сол конспектерімді жазып, сабаққа барып семинарда соны айтып берсем, сол жеткілікті деп ойлайды. Бірақ негізінен егер сіздің жаңағы ойыңыз бұл шетелге барып біліктілікті арттыру болса, онда шетелде ең бірінші GPA-ге қарамайды, бағаға қарамайды. Олар адамның жеке тұлғалық қасиеттеріне қарайды. Ал сол волонтерлік іспен айналысқан адамның тұлғалық қасиеттері, ол міндетті түрде лидерлік қасиет, ол міндетті түрде ораторлық қасиет, ол елге жанпида болу деген сияқты сондай қасиеттерді көрсетеді. Сол үшін егер жаңағы комиссияда таңдау болса, мен волонтерлікпен айналысқан студентті алайын ба, әлде бағасы 4-тен 4, яғни GPA 4-тен 4 студентті алайын ба деген кезде, ол міндетті түрде волонтерлік навыгі бар студенттерді таңдайды. Сол үшін жалпы волонтерствомен айналысқан белсенді студент болған сол үшін маңызды. Енді осы студенттік ұйымға қалай қосылуға болады? Кіммен байланысуға болады? Қазақстан медицина жастары ұйымына сіз қай қаладан болсаңыз да қосыла аласыздар. Ол үшін қазмедdigital.kz деген сайт бар. Сол жерде волонтер болу деген батырманы басса, адам өзінің жаңағы өз туралы дерек толтырады. Мен осындай қаладанмын, осындай бағытпен жұмыс жасағым келеді. Бізде 6 бағыт бар. Алғашқы медициналық көмек, қан донорлығы, репродукциялық көмек, яғни репродукциялық жаңағы ағартушылық, сондай бағыттар бар. Сол бағыттар бойынша кез келген таңдайды. Және кейін номерін қалдырады, біз ол кісімен байланысты бары қарай бірге жұмыс жасаймыз. Егер оның қаласында біздің база бар болса, сол қалада бірден координатормен байланыс жұмыс жасайды. Ал егер ол шалғай жақтан болса, онда онлайнда жұмыс жасаса болады. Сонда ұйымның негізгі басты мақсатын айта кетейік осы жерде. Біздің жаңағы негізгі мақсаттарымыз бен міндеттерімізді айтайық. Біздің ең алғашқы, ең бірінші мақсатымыз және міндетіміз бұл волонтер медиктердің құқығын қорғау. Кейін онымен қосып бұл жастардың кәсіби дамуына ықпал ету және осы Қазақстанда жүрген медик жастарды, медик волонтерлердің барлығын жинап, қоғамға қандай да бір пайдамызды тигізу, мысалға медициналық мекемелерге қолдау көрсету, олармен бірге жұмыс жасау деген сияқты біздің негізгі алдымызға қойып отырған мақсаттарымыз бар. Енді клубтағы жұмыстан үйренген бір 3 қасиетіңізді айтайықшы. Мүмкін ашықтық, пысықтық, білмеймін, енді өзіңізге тән 3 қасиет осы клубтан үйренген. Осы медицина жастарына келгелі ең бірінші айтарым бұл лидерлік қасиеттің дамуы. Яғни күнделікті адамдармен кездесеміз. Және біз группамен жұмыс жасаймыз, яғни топпен жұмыс жасаймыз. Біз мысалы бір больницаға барғанда, сонда жаңа адамдарды кездестіреміз, сонда топпен жұмыс жасаймыз. Сол үшін бір организаторлық, лидерлік қасиеттер керек болды. Ол уақыт өте келе дамып кетті. Кейін тағы бір айтарым бұл жаңа уақытты ұстай білу, яғни тайм менеджмент. Біз жаңағы дәрігер болғандықтан, дәрігер студент болғандықтан бізге міндетті түрде уақытты дұрыс қою білу керек. Және осы қызметте сол нәрсе өте жақсы үйретіледі, әсіресе үлкен тәлімгерлерден. Сонымен қатар бұл медициналық навыктар, мысалға алғашқы көмек көрсету және сол алғашқы көмектің ішіне кіретін әртүрлі процедуралар бар ғой. Соларды біз қызметте бізге үлкен тәлімгерлер келіп көрсетеді, сабақ оқытады. Жаңағы тіпті универдегі мұғалімдерге қарағанда сол кісілермен қызықтырақ өтті, себебі ол жерде сен өзің мен қалайын деп оқығандықтан мүмкін өте жақсы маған көмектесті. Осындай жалпы 3 қасиетті мен ойымша бойыма сіңдіре алдым. Сіздің ойыңызша Қазақстандағы медицина жастарының басты күші неде деп ойлайсыз? Мен ойымша жалпы Қазақстанда дәл қазір Қазақстан медицина жастары сияқты әзірше волонтерлік медициналық ұйымдар жоқ. Және бұл соның ең басты ерекшелігі болып табылады. Яғни бүкіл Қазақстан бойынша жалғыз ғана бір ұйым,
және бұл ұйымның негізгі мақсаты осы қоғамдағы денсаулықты нығайту болғандықтан, бұл менің жеке өзімнің құндылықтарыма да сәйкес келеді. Сол үшін ерекшелігі сол деп те атар едім. Болашақта медициналық осы волонтерлікті қалай дамытқыңыз келеді? Мүмкін бір өзгеріс керек пе? Сіздің ойыңызша? Жалпы дәл қазір біздегі қоғамның ішінде волонтерлерге деген көзқарасты өзгерткім келеді. Жалпы волонтерлер бізде жаңа айтқандай Қазақстанда бұларды бір жай босанып жүрген адамдар ретінде көреді. Яғни сабақ оқудың орнына бұлар жүр тегіннен тегін бір больницада уақыт өткізу керек. Иә. Сол ойды өзгерткім келеді. Яғни жоқ, біз волонтерміз, біз медициналық волонтерміз, біздің кәдімгідей біліктілігіміз бар. Біз сіздерге көмек көрсете аламыз, және бізді сол үшін сіздер жаңағы құрметтеулеріңіз керек деген ойды жеткізгім келеді. Және осы Қазақстанда біртіндеп сондай ойдың пайда болып жатқанын көруге болады. Әсіресе қандай да бір үлкен эпидемиялар болса, ковид сияқты, немесе осы жақында алдыңғы жылы су тасқыны болған кезде біздің волонтерлер өте үлкен көмек көрсетті. Сол кезде өте үлкен алғыстар айтылып жатты. Соны қатты сездім. Мүмкін болашақта бұл одан да үлкен болар ма, жоғары болар ма деген ойым бар. Иә, енді осы уақытқа дейін ең ауқымды бір өткізген шара немесе осындай бір игі істеріңіз бар ма? Алдынан бері істеп жүрген проектіміз бұл қан донорлығы бойынша. Қазақстанда осы жүрген біз медик студенттер болсын, жұмыскерлер болсын, барлығын қан доноры болу үшін соны насихаттап жатырмыз. Осы Қазақстандағы қан тапсыратын центрде біздің волонтерлер өте көп қан тапсырып жатыр, және сол қан арқылы Қазақстандағы бірнеше адамның өмірін сақтап қалдық. Меніңше біз атқарған ең үлкен жобалардың бірі осы. Енді айта кетейікші, біздің мүмкін шалғайда отырған жас маман немесе орта жастағы ауылда тұрып жатқан дәрігер көруі мүмкін. Сіз осы волонтерлық ұйымға сол кісілерді шақырыңызшы. Құрметті шалғай өңірлерден келген біздің дәрігерлер, біздің медик студенттер, тіпті колледжде оқып жатқан медик студенттер, сіздерді Қазақстан медицина жастары қатарына қосылуға шақырамын. Бізде жалпы 5 үлкен қала бойынша біздің базаларымыз бар. Сонымен қатар біз жалпы бүкіл Қазақстан бойынша 17 регионда жұмыс жасаймыз. Сол үшін сіздер онлайн болсын, офлайн болсын бізбен бірге жұмыс жасай аласыздар, және осы қоғамға өздеріңіздің пайдаларыңызды тигізе аласыздар. Ол жерде сіздер не жасай аласыздар? Егер сіздер алғашқы медициналық көмек көрсеткілеріңіз келсе, онда сол бағыт бойынша жұмыс жасай аласыздар. Егер сіздер салауатты өмір салтын насихаттағыларыңыз келсе, онда ол да бар. Егер сіздер репродукциялық білімді жастарға таратқыңыз келсе, ол бағытта бар. Егер сіз медициналық мекемелерде, хоспистерде және тағы басқа стационарларда медбикелермен бірге, дәрігерлермен бірге бірдей қатарда жұмыс жасағыңыз келсе, онда біздің ұйымға қосылыңыздар. Және сонымен қатар біздің ұйымға қосыла отыра сіздер өздеріңіздің лидерлік қабілеттеріңізді дамытасыздар, сіздер өздеріңіздің ораторлық қабілеттеріңізді дамытасыздар, өздеріңіздің медициналық білімдеріңізді практика жөнінде нығайта түсесіздер. Енді шыны керек, дәрігер болу жаңағы елге пайда тигізу емес, одан бөлек сіздің бала күнгі арманыңыз болса, шығармашылығым бар еді, мен ән айтатын едім деген сияқты болса да, бұл ұйымға қосылсаңыз, міндетті түрде ол ойыңыз іске асады және жерде қалып қоймайды. Енді Диляра ханым, сізбен ойын ойнасақ, медициналық волонтерлықты Қазақстанда дамыту ма, әлде шетелге барып айналысу ма? Қазақстанда дамыту. Экзаменге алдын ала дайындалу ма, әлде бір күн қалғанда дайындалу ма? Бұл барлық медициналық студенттердің дилеммасы. Әрине, алдын ала оқу деген ой бар, бірақ сонда бір күн болып шыға келеді. Астана медицина университеті ме, әлде басқа қаладағы медициналық университет пе? Астана медицина университеті, One Love. Шетелдік медициналық білім бе, әлде Қазақстандағы білім бе? Шынымды айтсам, шетелдік медициналық білім. Болашақта мүмкін сол шетелден білім алып, Қазақстанда да соны таратамыз ба, нығайтамыз ба деген ой бар. Командада жұмыс істеу ме, әлде бөлек? Егер волонтер болғаннан кейін
командада жұмыс жасаған дұрысырақ деп ойлаймын. Мгм. Енді Диляра ханым, бүгінгі сұхбатқа келгеніңізге көп рахмет. Волонтерлық жұмыстарыңыз көбейе берсін, елге пайдаларыңыз көп дейсін. Бүгінгі бағдарлама осымен аяқталды. Келесі подкастта кездескенше аман болыңыздар.